Бұл ақпарат History Lab каналынан алынды. Мың 1943 жылдың басы. Бүкіл әлем тынысын ішіне тартып, Ресейден келіп жатқан жаңалықтарды бақылап отыр. Сталинград түбінде Қызыл армия ондаған мың неміс сарбаздарын тұтқынға алды. Бірақ Германия әлі де өте қуатты еді. Қатты ашуға булыққан Гитлер Курск маңындағы кеңес әскерлерін жоюды талап етті. Шабуылға дайындық 3 ай бойы жүрді. Курск маңына нацистік Германияның бүкіл әскери күші дерлік шоғырландырылды. 5 шілдеде неміс танк колонналары алға жылжыды. Осылайша, екінші дүниежүзілік соғыстың ең ірі шайқасы басталды. Курск шайқасы соғыста шешуші шайқас болуға тиіс еді. Өйткені бұл Германия стратегиялық бастаманы сақтай ма, әлде жоғалта ма, соны анықтайтын сәт болды. Курск шайқасы 49 күнге созылды. Бұл шайқасқа екі тараптан 2 миллионнан астам сарбаз және шамамен 6000 танк қатысты. Соғыс тарихында мұндай қақтығыс бұрын соңды болмаған. Бұл сұмдық көрініс. Түтін, жарылыстардың дауысы, дүрсіл, темір мен броньның жыртылуы. Бронь балқып жатты. Қызыл армияға немістің элиталық дивизияларын қалай талқандауға мүмкіндік туды? Неге Курск түбінде Гитлер соғыстан түпкілікті жеңіс тапты? Неліктен оған ең жаңа танктер мен ұшақтарда көмектеспеді? Мың 1942 жылдың басында Мәскеу түбіндегі шайқаста нацистік Германия әскерлері екінші дүниежүзілік соғыстағы алғашқы ауыр жеңіліске ұшырады. Немістер кеңес астанасына жақын келді, бірақ оны басып ала алмады. Уақытылы жеткен резервтердің арқасында Қызыл армия қуатты қарсы соққы беріп, вермахты Мәскеуден кері шегіндірді. Блицкриг жоспары сәтсіздікке ұшырады. Осы уақытта неміс инженерлері жаңа қуатты қару, соғыстың барысын түбегейлі өзгертуі тиіс ауыр танкты шұғыл түрде әзірлеп жатты. Мұндай танктың жобасы фюрерге 1942 жылдың көктемінде ұсынылды. Жаңа машина Тигр деп аталды. Танк 10 сантиметрлік лоптық броньмен және 88 миллиметрлік зеңбірекпен жабдықталды. Есептеулерге сәйкес, бұл жаңа танк іс жүзінде осал емес еді. Әр Тигрді өндіру 800 мың рейхсмаркке түсетін. Бұл сол кездегі кез келген танктен әлде қайда қымбат болатын. Алғашқы Тигрлар 1942 жылдың тамызында Ленинград түбіне жіберілді. Көп жағдайда немістер бізге және біздің Т-34 танкімізге қызғанышпен қарады. 1941 жылы Мәскеу түбінде алғаш рет біздің Т-34 танктермен жаппай кездескенде олар шоққа түсті. Олар былай деді: біздің танктер батареяға шабуыл жасап, оны талқандады. Егер осы танктерді жаппай қолдану басталса, Т-34 танкілерінің орнына біз жергілікті жеңіліс емес, стратегиялық апатқа ұшырауымыз мүмкін. Шын мәнінде, бұл немістер үшін сол кезде стратегиялық жеңіліс еді. Олар сол уақытта Тигр мен Пантера танктерін әзірледі. Олар Т-34 сияқты маневрлік жағынан аса жетік болмады. Бірақ ауыр танктер ретінде лоптық бронь тұрғысынан өте жақсы қорғалған еді. Ең бастысы, олардың 88 миллиметрлік зеңбіректері болды. Бұл зеңбірек Т-34 орташа танкіне қарсы өте тиімді болды. Кеңестік Т-34 орташа танкі немістің жаңа танктерінен
атыс күші мен бронь қалыңдығы жағынан төмендеу болды. Бірақ ол өз классындағы ең маневрлік танк саналды. Бір жорықта Т-34 400 шақырымнан астам жол жүріп, 100-ге дейін оқ атуға қабілетті болды. Танк броньдарының еңіс пішіні арқасында жау снарядтар жиі рикошет жасап, ешқандай зиян келтірмейтін. 1942 жылы Т-34 танктерін жаппай өндіру Урал және Сібірдегі машина жасау зауыттарында жолға қойылды. 1942 жылы біз әскерге 24,5 мың танк жеткіздік деп айту керек. Яғни біз 1942 жылы өнеркәсібімізді осылайша жұмылдыра алдық. Бұл соғыстың бағытын өзгертуге және Сталинград түбінде жеңіске жетуге мүмкіндік берді. 1943 жылдың ақпанында Паулюс армиясы берілді. Және біз кең ауқымда шабуылға көштік. Біз Солтүстік Кавказды, Кубаньды, Ставрополь өлкесін азат еттік. Украина шығысына шығып, Донбасқа жақындадық. Курск, Белгород, Харьковты азат еттік. 1943 жылдың наурызында Украинадағы Қызыл армияның шабуылы тоқтатылды. Немістер Франциядан резервтерді осында алып келіп, күтпеген қарсы соққы жасады. Олар қайтадан Харьков, Белгород және оларға жақын аймақтарды басып алды. Наурыздың соңында көктемгі балшық маусымы басталғанда, вермахт бөлімшелеріне қорғанысқа көшу туралы бұйрық берілді. Фронт жазды күтіп, тыныштықта қалды. Екі жақ жаңа шайқасқа дайындалып жатты. Онда басты рөлді танк бөлімдері ойнауы тиіс еді. Осы сәтте Курск шыңғысы пайда болды. Оның фронт бойынша ұзындығы 300 шақырымнан асады. Ал ол неміс қорғанысына 150 шақырымға тереңде енді. Герман қолбасшылығы үшін бұл шығыңқыны кесіп, біздің миллионнан астам топтамамызды 1943 жылдың көктемінде қоршауға алу және арғарай шабуылдау әрекеті табиғи қадам болды. Не Мәскеуге қарай соғыстың тағдырын тағы шешу үшін, не оңтүстік батысқа, яғни Украинаға, мүмкін Кавказға қарай. 1943 жылдың сәуірінде Гитлер Курск аймағында кеңес әскерлерін қоршау жоспарын жасауды тапсырды. Ол Курск шыңғысын екі бағытта танк армияларының шабуылымен кесуді ұсынды. Доғаның солтүстік жағын центр армиялары тобының соққы күштері шабуылдау керек еді. Оларды Модель басқарды. Оңтүстік жағын юг армиялары тобының әскері шабуылдауы тиіс болды. Оларды Манштейн басқарды. Екі генерал да бұл операцияға қарсы болды. Олар Курск маңында Қызыл армияны жеңуге күштері жетпейтінін айтты. Олардың пікірінше, бұл жоспар тым тәуекел деді. Операцияның сәттілігі вермахтқа стратегиялық бастаманы қайтара алатын, бірақ сәтсіздігі апатқа алып келуі мүмкін еді. Курск шайқасы соғыс үшін шешуші сәт болуы тиіс еді. Өйткені Германия стратегиялық бастаманы сақтап қала ала ма, әлде жоғалта ма деген мәселе шешілмек болды. Операцияны дайындау ұзаққа созылды. Кезекті кеңесте 9-шы армияның қолбасшысы Модель Гитлерге кеңес әскерінің қорғанысын көрсететін суреттерді ұсынып, бұл қорғанысты қазіргі мамыр айындағы қолда бар күштермен бұзып өте алмайтынымызды айтып, операцияны кейінге қалдыру керек екенін жеткізді. Гитлер мұнда тура мағынасында тәуекелге барды. Ол сәттілік бізге жолдас болу керек деп сенді. Сондықтан әскери стратегиялық тұрғыдан жоспар өте мұқият ойластырылған еді. Бірақ бұл түптеп келгенде немістердің өздерін сәтсіздікке ұшыратты. Өйткені кеңес қолбасшылығы қарап жатпады. Мұнда соққы болуы мүмкін екенін жақсы түсінді. 1943 жылғы 18 наурызда Мәскеуге Женевадан құпия шифровка келіп түсті. Онда Дора тобының кеңес барлаушылары Сталинді немістердің Курск доғасында үлкен күш жинап жатқан туралы ескертті. Бұл ақпаратты британдық барлау мәліметтерде растады. Кеңес тарапынан шабуыл күтілді, ал барлау деректері әсіресе Кембридждік бестік арқылы тарады.
олар немістердің радиограммаларын оқыды. Бұл деректер немістердің жоспарын жалпы сипатта болжауға жеткілікті болды. Яғни, оның жалпы құрылымы белгілі болды. Бірақ соққы бағыттарының дәл километрлік мәліметтер болмады. Сонымен қатар күштердің ара қатынасы жөнінде қателік жіберілді. Ағылшындар Курск доғасының солтүстік жағында ең көп дивизия шоғырланғанын айтты. Ал немістер негізгі соққыны оңтүстік жақтан жасамақ болды. Қалай десек те, ағылшындар қателесті. Мұны әдейі жасады деп ойлағымыз келмейді. Бірақ шындық осы. Курск маңындағы қорғаныс 3 фронтқа тапсырылды. Солтүстікке Рокоссовский басқарған орталық фронтқа, оңтүстікте Ватутин басқарған Воронеж фронтына, Курск доғасының негізінде Конев басқарған дала фронты орналасты. Генералдар не істеу керегін талқылады. Қорғану керек пе, әлде шабуылға шығу керек пе? Ватутин немістер Курск маңында күш жинамай тұрып, бірінші болып шабуыл жасауды ұсынды. Шешуші сөз Сталинге тиесілі болды. Ол қорғанысқа дайындалу туралы шешім қабылдады. Мұнда пікір таластар болды, күмәндар пайда болды. Немістер біздің қорғанысты бұзып өтсеші. Мұндай ойлар болды. 1941 жылғыдай. Алайда шешім қабылданғаннан кейін қорғаныс соншалықты берік етіп жасалды. Оны бұзу мүмкін болмады. Курск маңында барлығы 1.300.000 кеңес сарбазы шоғырланды. Алдыңғы шеп алып қамалға айналды. Қорғаныс сызығы 3 қатар окоптардан, танкіге қарсы орлардан және тосқауылдардан тұрды. Кейбір учаскелерде бекініс сызғының тереңдігі 10 километрге жетті. Біздің қорғаныстың басты проблемасы ауыр артиллерияның жетіспеуі болды. Кеңес жеңіл зеңбіректер жаңа неміс танкілеріне қарсы пайдасыз еді. Ал жаңа ауыр қарулар енді ғана өндірісте болғандықтан шайқасқа дейін дайын болып үлгермеді. Сол кезде жаңа қорғаныс тактикасын қолдану туралы шешім қабылданды. Бұрын танкіге қарсы зеңбіректерді фронт бойына бір сызықта орналастырса, енді оларды танкіге қарсы тірек пункттеріне, топтарға біріктірді. Әрбір пунктте 20-ға дейін зеңбірек болды. Қару-жарақ барлық бағытта оқ аталатын. Тірек пункттері арасындағы қашықтық шамамен жарты километр болды. Егер жаудың танкілер тірек пункттері арасынан өтпек болса, зеңбіректер олардың осал бүйір броньдарына оқ ататын еді. Доттель, Зоттель сияқты бекіністер салынды. Орлар қазылған соншалық, бұл 3, 4, 5 тіпті 6 қатарға дейін жетті. Ал бәрін қосқанда ұзындығы Мәскеуден Камчаткаға дейін барады. Бұл бірнеше мың шақырымды құрайды. Барлық жұмыс істеді. Әскер мен оқ дәрілерді ұрыс алаңына тез жеткізу үшін арнайы темір жолда салынды. Адамдар жан аямай еңбек етті. Бұл жұмыстарға қарапайым адамдар, яғни жергілікті тұрғындар тартылды. Орасан зор еңбек атқарылды. Соған қарамастан олар біздің позицияларымыздың алдында миналармен толықтырылған берік қорғаныс салды. Бұл өте маңызды болды. Себебі бұған дейін мұндай үлкен миналанған алқаптарды жасап көрмеген едік. Кеңес бекіністерін бұзып өту үшін немістер ең таңдаулы 50 гвардиялық дивизияны жинады. Жалпы саны шамамен 900 мың адам. Бұл күштер Қызыл армияның қарсылығын басып, Курскты басып алады деп жоспарланды. Гитлердің ең үлкен үміті жаңа неміс танктерінде болды. Тигрлардан бөлек мұнда алғаш рет Фердинанд өздігінен жүретін артиллериялық қондырғысы және Пантера орташа танк қолданылды. Бұл брондалған машиналар біздің зеңбіректеріміз бен танкілерімізге іс жүзінде осал емес еді. 1943 жылдың шілдесінің басында неміс армиясына Курск түбінде 134 Тигр, 190 Пантера және 90 Фердинанд жеткізілді. Сол кезде неміс армиясы барлық күштер мен ресурстарын жұмылдырды. Кеңес неміс майдандағы неміс әскері саны 1941 жылдың 22 маусымындағы деңгейден де асып түсті. Яғни немістер қарулануға жарамдының бәрін майданға жіберді. Сонымен бірге жаңа қару-жарақ түрлеріне үлкен үміт артылды. Егер Тигр танкі кеңес неміс майданда бұрын қолданылса,
Пантера танкі мен Фердинанд өздігінен жүретін артиллериялық қондырғысы әлі толықтай жаңа болатын. Сонымен қатар оқ дәрілер қоры дайындалып, авиация шоғырландырылды. Сол кезеңде Германияның бронетанк күштерінің шамамен 70% Курск бағытында шоғырланған деп есептелді. Бұл жерде ұлы Германия, Лейбштандарт, Адольф Гитлер сияқты ең қатал және беделді дивизиялар қатысты. Яғни бұл СС-тің ең үздік дайындықтан өткен, ең жоғары деңгейде қаруланған бронетанк әскерлері болатын. Шілде айының басында майдандағы шиеленіс күннен күнге күшейе түсті. Қызыл армия немістің таңдаулы күштерінің соққысына төтеп бере ала ма? Жау қашан шабуыл бастайды? Біздің барлау қателескен жоқ па? Сол күндері кеңес әскеріне неміс сапері Бруно Формер тұтқынға түсті. Тергеу барысында ол неміс әскерінің толық әскери дайындықта екенін және 5 шілде түнінде Курскіге шабуыл жасайтын хабарлады. 5 шілде 1943 жылы сағат түнгі 3-те немістер шабуыл бастайды деген хабар келгенде, біздің фронттарда қарсы артиллериялық дайындық жүргізу туралы шешім қабылданды. Бұл дайындық түнгі 2-де басталды. Әрине неміс соққы топтарының дәл қайда шоғырланған туралы ақпарат болмады. Сондықтан кең аумақтар атқыланды. Дегенмен бұл неміс шабуылын бірнеше сағатқа кейінге шегерді. Сөйтіп немістер өздерінің дайындалғанын біліп қойды. 1943 жылы 5 шілде таңертең модель басқарған орталық армия тобы Орел аймағынан Рокоссовскийдің орталық фронтына шабуыл бастады. Бірнеше ай бойы Курск маңына жиналған рейхтің бүкіл әскери қуат қозғалысқа келді. Гитлершілердің танк колонналары болаттан жасалған сынадай біздің окоптарға қарай беттеді. Бұл немістердің бәлкім 13 ғасырда тевтондықтар қолданған әдісін еске салды. Шошқа тұмсығы тактикасы. Алдыңғы шепте ауыр танктер, артында орташа танктер, одан кейін жеңіл танктер, соңында жаяу әскер. Міне дәл сол Тигр мен Пантера танктері шықты. Бұл танктердің мақсаты Қызыл армияға психологиялық соққы беру еді. Өйткені мұндай танктерді әлі ешкім көрмеген. Олар өте қуатты, сұсты әрі қарулануы ерекше күшті болатын. Тигр Т-6. Бұл не деген сөз? Бұл 100 мм лоптық бронь. Оны біздің зеңбіректер бұза алмады. Тіпті жақын қашықтықтан да. Біздің Т-34 танктеріміз 76 миллиметрлік зеңбіректеріміз лоптық броньға қарсы дәрменсіз болды. Тек қана бүйірінен немесе артқы жағынан ғана соққы жасай алатын. Ал Тигрдің 88 миллиметрлік қаруы Т-34 және КВ танктерімізді 2 шақырым қашықтықта жоя алатын. Бұл үлкен артықшылық еді. 10 шілдеде Қызыл армия басшылығы барлық фронттарға неміс танктермен күрес туралы арнайы бұйрық жіберді. Онда жаудың брондалған машиналарын жоюдың егжей-тегжейлі нұсқаулары берілді. Сол кезде арнайы жадынамалар, парақшалар таратылды. Онда жаңа неміс танктер көрсетіліп, оларды қалай жою керектігі түсіндірілді. Егер танкіге қарсы қару қолданса, оны міндетті түрде бақылау саңлауына, артқы немесе бүйірлік бронға дәлдеу керек екені жазылды. Өйткені лоптық броньды бұзу қиын болатын. Гранатаны қай жерге лақтыру керек? Танк минаға түскен жағдайда оны қалай жою керек? Жанғыш қоспасы бар бөтелкелерді қалай қолдану керек? Бәрі түсіндірілді. Танкке қарсы артиллерия қолданды. Неміс танктер келгенде көп сарбаздар Құдайға шүкір келді. Енді біз оларды жайратып саламыз деп дайын тұрды. Шабуылдың алғашқы минуттарынан бастап неміс танктері кеңес миналарына жаппай түсіп жарылып жатты. Немістер миналанған алқаптарды радио басқарылатын танкеткалармен тазартуға тырысты, бірақ бұл әрекеттер нәтиже бермеді. Кеңес саперлері ұрыс желісіне шығып, жау техникасының қозғалыс жолына жаңа миналар қойды. Танкке қарсы миналар шынжыр табандарды үзіп, жау танктерін қозғалмайтын металл үйіндісіне айналдырды. Тигр ауыр танктерінің басты жау миналар болды. Курск шыңғысының аумағы өте тығыз миналанған еді. Мұндағы миналардың саны ондаған мыңға жетті. Сондықтан мейлі Тигр, мейлі Пантера болсын не болды? Минаға түскенде танк толық жойылмаса да, оның жүрісі бөлігі зақымданып, ұрысқа қатыса алмайтын. Неміс саперлері миналарды тазалауға тырысқанымен
пулеметтер мен артиллерияның отымен олар тоқтатылды. Танк колонналар, миналар алқаптар арқылы өз бетімен жол салуға мәжбүр болды. Бірақ көпшілігі жарылып жатты. Мұндай жағдайда танк жарылған соң немесе өтіп кеткен соң, кеңес әскерлер олардың бүйірлеріне соққы жасауға тырысты. Ұрыстың алғашқы сағаттарында ауыр шығынға ұшыраған немістер кеңес қорғанысының ең әлсіз учаскелеріне шабуыл жасауды ұйғарды. Барлық қолда бар резервтер модельдің бұйрығымен Ольховатка ауылы мен Панери станциясына бағытталды. Ольховатка түбінде неміс колоннасынан окоптарда жасырынған кеңес танктері қарсы алды. Немістердің шабуылы тоқтатылды. Қалған тигрлар мен Фердинандтар кеңес қорғанысын темір жол станциясы Панери маңынан бұзып өтпек болды. Бұл елді мекен бірнеше рет қолдан қолға өтті. Осы жерде неміс танктері кеңес артиллериялық полктерінің қоршауында қалды және қайта топтасуға мәжбүр болды. Осы уақытта кеңес зеңбіректері жау танктерінің ең осал жерлеріне соққы беріп жатты. Солтүстік бағыттағы негізгі тірек артиллерия болды. Бұл радио байланысты белсенді қолдануға негізделген типтік тактика еді. Неміс танк топтарының алдыңғы шептерін екі жақтан қоршауға алып, артиллерия мен флангтардан қысу әдісі қолданылды. Әуестендіруші деп аталатын зеңбіректер болды. Олар алыстан атқылап жаудың назарын өздеріне аударып, олардың оқ атауын және қозғалысын өздеріне бұрғызды. Мұның мақсаты жауды жақындатып, атып жою талқандау еді. Осы сәтте басқа зеңбіректер флангтардан оқ жаудырды. 1943 жылдың жазында ЗИС-3 кеңес зеңбіректері 300-400 метр қашықтықтан тигр танктерін бүйірінен атып жоятын. Көп мөлшерде бронь бұзғыш және кумулятивті снарядтармен жабдықталды. Солтүстік беткейде Панери маңында Рокоссовский басқаратын аймақта неміс соққы күштердің бірнеше күн ішінде талқандады. Солтүстік фасада 200-ден астам жаңа танктер қиратылды. Осыдан кейін немістер қорғанысқа көше бастады. Солтүстіктегі шабуылмен қатар оңтүстікте Белгород бағытынан Манштейн мен Гот басқаратын оңтүстік армиялар тобы шабуылды бастады. Оларға қарсы Ватутин басқарған Воронеж фронты тұрды. Миналанған алқаптардан өте отырып, неміс танктері кеңес артиллериясының жойқын оқ астына түсті. Бұл миналарды залалсыздандыруды қиындатты. Гитлершілдер жарылған тигр танктерін жөндеуге тырысты, бірақ бұл көп уақыт қажет етті. Жау техникасының қозғалысына жүздеген шақырым танкке қарсы орларда кедергі болды. Бұл шайқас 1941 жылғы жазғы науқанға мүлдем ұқсамады. Неміс дивизиялары кеңес бекіністерінің сызығында кідіріп қалды. Алайда немістердің ұрыс тәжірибесімен жаңа техникасы өз рөлін атқарды. Олар күштерін тар учаскелерде шоғырландырды. Шабуылдың алғашқы күні-ақ оңтүстік бағыттағы кеңес қорғанысының алдыңғы шебі бұзылды. Немістердің негізгі күштері дәл осы жерде шоғырланған еді. Курск доғасының оңтүстік шебіне бағытталған соққы өте қуатты болды. Біз алдыңғы шепті ұстап тұра алмадық. Біздің сарбаздар қоршауда қалып, соңына дейін шайқасты. Қарсылық көрсете берді. Немістер бұл қарсылық ошақтарын жойып, одан әрі жылжуға мәжбүр болды. Неміс шабуылын тоқтату үшін Ватутин танк резервтерін ұрысқа енгізді. Немістің Тигр және Пантера танктерінің басымдығын азайту үшін біздің артиллерия мен танктерді жасырын бекіністерде орналастырып, оларды 300-400 метр қашықтыққа жақындатқаннан кейін оқ ату тактикасы қолданылды. Т-34 танктер дәл бағытталған оқпен жау танктерін жойып отырды. Бұл тактика өз нәтижесін берді. Неміс колонналары бөлшектеніп қалды, бірақ толық талқандалмады. Әртүрлі учаскелерде шабуылдар жасап, немістер қорғаныстың соңғы 3-ші шебіне шықты. Одан әрі күшті қорғаныс бекіністері болған жоқ. Сондықтан оңтүстікте оқиғалар бастапқыдан-ақ өте күрделі сценарий бойынша дамыды.
Немістер үшінші қорғаныс шебіне дейін жетті. Дегенмен неміс жоспары бастапқыда жарықшақ бере бастады. Воронеж фронты соншалықты қатты қарсылық көрсетті. Ол толқын жарғыш сияқты немістің екі топтастырылған шабуылын екіге бөлді. Олар әртүрлі бағыттарға тарады. 10 шілдеде Манштейн Курск доғасының оңтүстік бөлігінде жаңа соққы жасады. Прохоровка ауылының жанында үлкен ашық алқап болды. Бұл жерде неміс танктеріне маневр жасау үшін кеңістік көбірек еді. Немістер осы аймаққа барлық резервтерін жинады. СС таңдаулы танк дивизияларының 400-ге жуық жауынгерлік машина шоғырланды. Оларға қарсы Ватутин, Ротмистров басқарған 5-ші танк армиясын және резерв армиясының бір бөлігін жіберді. Олардың құрамында шамамен 800 танк болды. Олардың басым бөлігі Т-34 танктер еді. Ашық жерде кеңес танктерінің маневрлік қабілеті оларға үлкен артықшылық береді деп болжанған. Ротмистровқа қойылған міндет жауды қарсы алып, броньды бронға соқтығыстыру болды. Яғни алыс қашықтықтан немістің тигрін жою мүмкін емес еді. Бірақ жақын қашықтықта артқы жағы мен бүйірінен соққы беру мүлдем басқа нәтиже беретін. Алайда көп ұзамай неміс күштеріне жақындау оңай болмайтыны анықталды. Ротмистров армиясына Псел өзені мен темір жол арасындағы тар дәлізде алға жылжу қажет болды. Бұл аймақтың кейбір жерлері терең жырлармен жабылған болатын. Бұл жыраларды айналып өтуде кеңес танктері бір-бірінің артынан тізіліп, шағын топтармен бірнеше толқында шабуыл жасауға мәжбүр болды. Осында жинақы танк топтары неміс артиллериясына оңай нысанаға айналуы мүмкін еді. Ватутин мұны білді. Бірақ шабуылды тоқтатпау туралы шешім қабылдады. 12 шілдеде таңертең кеңес танктері шабуылға шықты. 5-ші гвардиялық танк армиясы даланы қиып өтетін кедергілердің көз алдында бірнеше тар дәліздер арқылы өтуге мәжбүр болды. Бұл үлкен танк массасының қозғалысына кедергі келтірді. Сол себепті бір мезгілде ұрыс алаңына шамамен 50-70 кеңес танктері шығып, неміс қорғанысына шабуыл жасады. Осыған байланысты шайқас бірнеше толқын түрінде өтті. Алғашқы толқында 50-70 танк шықты. Артынан тағы біреулері, кейбіреулері Псел өзені бойымен, басқалары орман белдеулер арқылы алға жылжыды. Прохоровка түбіндегі шайқас танк соғысының өзіндік ерекшеліктермен өтті. Бұл шайқаста мысалы немістің танкке қарсы артиллериясы және жерден оқ атуға арналған өздігінен жүретін қарулары үлкен рөл атқарды. Шайқастың алғашқы сағаттарынан-ақ немістің танкке қарсы зеңбіректері Ротмистров колонналарына тонна снарядтарды жаудырды. Т-34 танктерінің құрылған бірінші эшелон дерлік толығымен жойылды. Екінші эшелон біздің танктеріміз немістердің Тигр мен Пантера танктерінен бағытталған оқтың астына түсті. Бірінен соң бірі біздің танктер отқа оранып жатты. Бірақ немістер де шығынға ұшырады. Тигр танктеріне ең ауыр соққыны кеңес бомбалаушы ұшақтары жасады. Курск түбінде біз алғаш рет немістер мүлде білмеген жаңа бомбаларды қолдандық. Бұрын ұшақтар танктерді тек ауыр бомбалармен жойып, дәл тигізуді қажет ететін. Ал Курск доғасында кеңес бомбалаушылары жеңіл бомбаларды қолдана бастады. Бұл бомбалар ұрыс алаңына шашылып, кез келген танкты істен шығаруға жеткілікті болды. Бір ұшақтың бортында 200-ге жуық осындай бомба болған. Бұл бір рейсте оңдаған жау техникасын жоюға мүмкіндік берді. Неміс жойғыш ұшақтары біздің бомбалаушыларымызға кедергі келтірмек болды. Бірақ оларды кеңес жойғыш ұшақтарының топтары үздіксіз шабуылдап отырды. Дәл осы жерде Курск түбінде екінші дүниежүзілік соғыстың ең үздік ұшқыштарының бірі Иван Кожедуб өзінің алғашқы ұшағын атып түсірді. Прохоровка даласындағы танк шайқасы күні бойы жалғасты. Жалпы шайқасқа
бір мезгілде мыңнан астам танк қатысты. Мұндай шайқас тарихта бұрын соңды болмаған. Прохоровка түбіндегі шайқасқа қатысушы лейтенант Григорий Пенешенконың естеліктерінен. Дыбыс соншалықты қатты болды. Құлақтың қалқаны сығылып қалғандай, құлақтан қан ағатын. Қозғалқыштардың үздіксіз гүрілі, металдың шиқылы, снарядтардың жарылысы, жыртылған темірдің сұмдық дауысы. Тура атыстан мұнаралар орнынан қозғалып, зеңбіректер майысып, бронь жарылып, танктер жарылып жатты. Біз уақыттың қалай өтіп жатқанын сезбедік. Шөлде, ыстықта, танк кабинасындағы соққылар да байқалмайтын. Бір ғана ой, бір ғана мақсат болды. Тірі тұрғанда жауды жою. Прохоровка шайқасы бұл сұмдық көрініс. Түтін, жарылыстардың дауысы, дүрсіл, темірдің, броньның жыртылуы. Бронь балқып жатты. Жараланғандардың айқай естілді. Біздің сарбаздар зақымдалған танктерден секіріп жатты. Немістер де өздерінің отқа оранған танктеріне шығып жатты. Көбіне қолма-қол шайқастар да болды. Тіпті бетпе-бет кездесулерге дейін. Бұл ең қатал шайқастардың бірі болды десе болады. Бірақ біз немістердің соққысын тоқтаттық. Яғни немістер әрі қарай жылжи алмады. Прохоровкадан кейін немістер бастапқы позицияларға шегініп, шайқас аяқталғанша ешқандай шабуыл жасамады. Кеңес командованиясының бағалауынша, тек 12 шілдеде бір күннің ішінде Прохоровка түбінде неміс әскерлері шамамен 300 танкінен айырылды. Бұл шығындар цитадель операциясының толық күйреуін білдірді. Немістердің әрі қарай шабуылдауға күші қалмады. Бұл немістің таңдаулы бөлімшелері болатын. Бұл СС-тің 2-ші танк корпусы, Хаузер басқарған Тоттенкоп дивизиясы, Das Reich дивизиясы. Ал ұлы Германия бұл СС-тің таңдаулы дивизиялары. Біз соларды тоқтаттық. Бізде көптеген танктерден айырылдық. 500 танк. Бірақ немістердің 400 танкінен 300-і жойылды. Яғни олар соққы күшінің 75%-ын жоғалтты. Біз 60-ын жоғалттық. Бірақ бізде қолдануға болатын резервтер бар еді. Осы тұрғыдан алғанда, бұл сөзсіз Қызыл армияның жеңісі болды. Прохоровка даласы Панери түбіндегі шайқаспен қатар, Курск доғасындағы шайқастардың шыңы болды. Бұл бүкіл Курск шайқасының шешуші кезең еді. Сол кезде немістер өздерінің әрі қарай жылжуына мүмкіндік жоқ екенін түсінді. Курск түбіндегі қарсы шабуыл, оның мүмкіндігінше тезірек бастауға тырысты. Қорғаныста тұрған әскерлерді шабуылға дайындап, немістер өздерінің цитадель операциясындағы жарылған танктерін жөндеп үлгермей тұрып соққы беруге кірісті. Бұл міндет ойдағыдай орындалды. Прохоровка шайқасы болған күні, 12 шілдеде Курск доғасының солтүстік бөлігінде Қызыл армия шабуылға көшті. Осылайша Кутузов операциясы басталды. Шабуылдың басты мақсаты Курскке шабуыл жасаған модель әскерлерін түбегейлі талқандау болды. Соққы неміс әскерлерінің тылына бағытталды. Кеңес артиллериясы жауды тығыз артиллериялық атыспен басып тастады. Қатты әлсіреген неміс дивизиялар мұндай шабуылды күтпеген еді. Модель қорғанысқа көшуге бұйрық берді. Бірақ вермахт майдан шебін ұстап тұра алмады. Қоршауға алыну қаупі модельді шегінуге мәжбүр етті. 5 тамызда Қызыл армия Орел қаласын азат етті. Немістерді бірнеше ай бойы нығайтқан бекіністерінен ығыстырып, олардың қорғанысын бұзып, шегінуге мәжбүр етті. Сонымен қатар немістер айтарлықтай ауыр шығынға ұшырады. Айтсам, шығын деңгейі соншалықты үлкен болды, немістердің көп бағытта шегініп, тек тиімді қорғаныс шептерін иеленуге тырысуына тура келді. Ал шабуыл бастамасын қайтару туралы ойлауға жағдайлар да болмады. Курск доғасының оңтүстігінде кеңестік шабуыл 3 аптадан кейін басталды. 3 тамызда Воронеж фронтының қолбасшысы Ватутин Белгород пен Харьковқа бағытталған Румянцев операциясын бастады.
Резервтермен толықтырылған кеңестік танк армиялары немістерді оңтүстікке қарай ығыстырды және шабуылдың 3-ші күні Белградты азат етті. Манштейн дивизиясының қалған бөлімдері Харьков аймағында қорғанысқа орналасты. Гитлер бұл қаланы кез келген жағдайда ұстап тұруды бұйырды. Бірақ бастаманы немістер жоғалтып алды. Ротмистровтың танктері Харьковты батыс жағынан айналып өтті. Қызыл армия кез келген күні оңтүстік армиялар тобының қалған барлық резервтерін қоршауға алатын еді. Немістерде қаланы тастап шығуға жарайтын тек бір ғана жол қалды. 22 тамызда Манштейн Сталинградтағы апат қайталануы мүмкін деп қорқып, Харьковты тастап шығуға бұйрық берді. Келесі күні қала кеңес әскерлері тарапынан азат етілді. Бұл сонымен қатар немістер үшін жөндеуде тұрған техниканың жоғалуын білдірді. Фердинандтар, тигрлар және басқа техникалар жаппай жарылып жатты. Оларды эвакуациялау мүмкін болмады. Немістер оларды да тастап кетті. Не жарып жіберді. Нәтижесінде біз көптеген техниканы қалпына келтіруге болатын тұтас бір техниканы зираты тәрізді үйінділерді қолға түсірдік. Осылайша металдың үлкен қоры жиналды, ал немістердің оңтүстік армиялар тобы жылжымал резервтерінен айырылды. Бұрын танк дивизиялары болған бұл резервтер енді танк дивизиясы деп аталудан қалды. Өйткені олардың қолында бірнеше ондаған ғана жауынгерлік жарамды танк қалды. Міне танктердің санының осылай күрт азаю немістерді басқа таңдау қалдырмай Днепрге шегінуге, сол жерде қорғаныс шебін ұстауға тырысуға мәжбүр етті. Осыдан кейін біз Днепрге қарай тез жылжыдық. Днепр үшін шайқас басталды. Біздің тарихнамаға сәйкес Курск шайқасы мен Днепр шайқас соғыстың шешуші бұрылыс кезеңін білдірді. Цитадель операциясының сәтсіздікке ұшыраған туралы хабарды алған Гитлер қатты ашуланды. Немістің ең үздік дивизиялары талқандалды. 400 мың неміс сарбазы қаза тапты, немесе тұтқынға алынды. Фельдмаршал Манштейн кейін былай деп жазды: бұл біздің шығыста бастаманы сақтап қалуға жасаған соңғы әрекетіміз болды. Оның сәтсіздігімен бастама толықтай кеңес тарапына өтті. Сондықтан цитадель операциясы шығыс майданындағы соғыстың шешуші бұрылыс кезеңі болып табылды. 1943 жылдың тамызында немістердің стратегиялық шабуыл бастамасы толықтай жоғалғаны белгілі болды. Енді ол жоқ еді. Германия әлі толық жеңілген мемлекет болғанымен, олардың енді қорғанысқа көшкені анық еді. Соғыстан шығудың жалғыз жолы абыроймен бетке көлеңке түсірмей шығу болды. Бірақ енді немістер үшін шабуылдарды жалғастыру туралы ойлаудың өзі мүмкін емес еді. Себебі олардың ресурстары іс жүзінде таусылған болады. 1943 жылдың 5 тамызында Орел мен Белградты азат ету құрметіне Мәскеуде артиллериялық салют ұйымдастырылды. Астана аймақтарында орнатылған 124 зеңбірек, 1200 оқ атты. Сол кезде Мәскеуде бар болған барлық қор осы еді. Бұл ұлы отан соғысы кезінде жасалған алғашқы артиллериялық салют болды. Мәскеудің ондаған мың тұрғыны көшеге шығып, Қызыл армияның жаңа ұлы жеңісін тойлады. Алғашқы салют туралы бұйрықты тікелей Сталин берді. Ол сол уақытта бәлкім жалғыз рет майданда болды. Орел мен Белградтың азат етілген туралы хабар келгенде, ол бұрын Русьте жеңісті қоңырау соғумен тойлайтын. Ал кейінірек Петр дәуірінде салюттер пайда болды деді. Ендеше Мәскеуде салют жасайық. Содан кейін әртүрлі мөлшердегі зеңбіректердің салюттері, залптар, азат етілген қаланың маңыздылығына байланысты ұйымдастырылып, Қызыл армия азат еткен елді мекендер құрметіне дәстүрге айналды. Бұл жеңіспен бірнеше жаңа кеңестік марапаттардың енгізілуі де байланысты. Олар 1, 2, 3 дәрежелі даңқ ордендері, атақты жеңіс ордені, ол қолбасшылық марапат болды. Сонымен қатар Украинаны азат ету басталғандықтан Богдан Хмельницкий ордендері де енгізілді. Бұл символикалық әрі саяси тұрғыдан өте дұрыс қадам болды. Солдаттар арасында да
лейтенанттар мен майдан командирлер арасында да, яғни әр деңгейдегі әскерилердің сенімі толықтай нығайды. Біз жеңеміз. Тек бұл қанша уақыт алатын ғана белгісіз болды. Бірақ бәріне түсінікті, соғыс жеңіспен аяқталады. Тек оның қашан, қандай шептерде және қандай шарттармен бітетіні белгісіз еді. Курск түбіндегі Қызыл армияның жеңісі екінші дүниежүзілік соғыстың барысын түбегейлі өзгертті. Курск доғасындағы шайқас кезінде ағылшын-американ десанты Сицилияға қонып, Италияны азат етуді бастады. Осылайша ОС елдері блогының ыдырауы басталды. Жапония Кеңес одағына шабуыл жасау идеясынан түпкілікті бас тартты. Еуропада немістер басып алған елдерде қарсыласу қозғалысының жасырын күресі күшейе түсті. Бүкіл әлем шығыс майданындағы Қызыл армияның жетістіктерін бақылап отырды. Курск шайқасынан кейін көп замай ақш президенті Франклин Рузвельт, егер Ресейдегі істер осылай жалғаса берсе, келесі көктемде екінші майданды ашудың қажеті болмауы мүмкін деді. Ең бастысы бұл кезде одақтастықтардың штаб басшыларының арасында алаңдаушылық пайда болды. Дәл осы Курск шайқасы кезінде 1943 жылы 20 тамызда Квебек конференциясы өтті. Оған Рузвельт, Черчилль және әскери қолбасшылар қатысты. Әскерилердің не талқылағанын білу қызық. Осыған қатысты бір құжат бар. Ол біраз уақыт құпия болған еді. Қазір бұл құжат ақш пен Ұлыбританияда жария етілді. Онда өте қызықты жайттар жазылған. Америкалық армияның штаб басшыларының маршалы мәселе көтерді. Орыстар Курск шайқасында жеңіске жетті. Бірақ біз жеңілмеген Германияның күштерін пайдаланып, орыстарды Европадан тоқтатып, ығыстырып жіберу туралы ойлануымыз керек емес пе деп сұрады маршал. Соған қарамастан, Рузвельт сияқты саналы саясаткерлер Кеңес одағымен келіссөз жүргізудің жақсырақ болатынын түсінді. 1943 жылдың қарашасында Тегеранда Ұлыбритания, ақш және КСРО жетекшілерінің қатысуымен конференция өтті. Осы кездесуде одақтастар Сталинге Европада екінші майданда 1944 жылдың көктемінен кешіктірмей ашуға уәде берді. Екінші майданның ашылуы Курск доғасындағы жеңіс арқылы қамтамасыз етілді. Сондай өте маңызды фактор бар. Әйгілі Тегеран 43 конференциясы Курск шайқасының нәтижесінде өтті. Осы кезде барлығына Германияны жеңуде шешуші рөлді Кеңес одағының атқаратыны анық болды. Кеңес одағына әлемдік соғыстан кейінгі құрылымда лайықты басымдықтар берілуі керек еді. Өйткені ол немістерді жеңуде шешуші үлес қосып жатты. 1943 жылдың тамызында Курск түбіндегі жеңістен кейін көп замай Қызыл армия солтүстік Украинаны азат етуді бастады. 700 шақырымнан асатын майданда шабуыл 4 айға созылды. Қыс мезгіліне қарай кеңестік әскерлер мыңдаған елді мекенді және Киевті қоса алғанда 100-ден астам қаланы азат етті. Украинаны азат ету стратегиялық тұрғыда өте маңызды болды. Бұл Румыния мен Польшаға шабуыл жасауға жол ашты. Енді Қызыл армияның жеңісті жорығын тоқтату мүмкін болмады. Үшінші рейхтің түпкілікті талқандалуы уақыттың еншісінде ғана еді.